Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Раушан Шералы қызы. Бүгінгі видеода штор подкладпен және кантпен тігілетін болады. Бұл бізде екінші бөлімі, бірінші бөлімде матаның қалай кесілу керектігі, матаның шеткі обработкалары, канттың жасалуы барлығы бойынша айтылды. Енді бұл бізде екінші бөлім. Видеоны бастамас бұрын каналға подписаться етіп, лайк қойып, комментарий жазды ұмытпаңыз. Неге бұлай айта береді демеңіздер, сіздер қолдау білдіріп, лайк басып, достарыңызға таратып жатқан кезде мен де шабыт алып, алдағы уақытта тағы қандай видео түсірсем екен деп бар білгенімен бөліскім келеді. Сондықтан да сіздерден өте көп қолдау күтемін. Енді шторкамызға оралайық. Бұл жерде мен қазір видеода көріп тұрғандарыңыздай кантты айналдырып, П-образный полный тігіп шығып жатырмын. Екі шетіне, астыңғы бөлігіне. Кантымызды штордың үстіне айналдыра тігіп алғаннан кейін үтіктеп шығатын боламыз. Үтіктеген кезде де именно канттың үстіне белевая веревканың жанынан өтеміз. Қалғаны канттың үстінен осылай аккуратно үтіктеп шығатын боламыз. Барынша пар беріп, булавкамен қыстырып отырып пар берсеңіздер, сонда отырмай аккуратно тұратын болады. Сіздерге бір көрсетейін, если иголкамен қатты тартып жіберетін болсаңыздар, мынадай болып бүйтіп артық болып қалады. Мысалы, мына жерде мата қатты тартылып қалғанда, қатты созылып кеткен, сондықтан мата әжептәуір көтеріліп тұр. Міне, мына жіберсем, мына жақтан шығады, мына жақтан жіберсем, мына жақтан шығады. Бұл дегеніміз, келесіде біз енді подкладочный матаны тігіп жатқан кезде мына жерлерді кішкене отырғызып жіберуіміз керек. Былай. Сонда нормально кететін болады. Шторымызды осылайынан жайып алдық. Мына жерде оң беті былай полностью жайып алдым. Енді осы жерге үстіне мен подкладочный матаны былайынан қойып шығатын боламын. Мынау қазір оң беті бізде тұрған, мына кант тұр. Енді осының бетіне подкладочныйдың оң бетін қойып, былайынан иголка қадап тігіп шығатын боламыз, П-образный. Менде үлкен стол жоқ еді деген кісілерге арнайы кафельге жайып көрсетіп жатырмын. Жалпы столға жайсаңыздар да болады, немесе кафельдеріңіз үлкен болса, осылай жайып подкладочныйды үстінен қыстырып шықсаңыздар да болады. Сонда бір келкі өте аккуратно болып шығатын болады. Ендігі айта кететін жайт, мен бұлай иголкамен қадап шықтым барлығын вот. Енді бізде соңында иголкамен қадалынды барлық жер. Ендігі жайт, бізде мысалы мына шетінен мынанша артылып қалды. Міне, былайынан келген кезде шетінен осыншалық артылып қалды. Значит, біздің подкладочныйымыз кішкене артық. Осы жерден келтіріп, кесіп шығатын боламыз. Былайынан жіпті тартып, бастапқыдай дәлше кесеміз. Қайшымызбен кішкене белгі қалдырып, осы бойынша жіпті тарту арқылы бір жақ шетін толықтай кесіп шығатын боламыз. Түсінбеген жеріңізді комментарияға жазсаңыз, мен сол бойынша жауап беретін боламын. Жалпы барлық видеоларда түсінбеген жерлеріңізді жазсаңыздар, мен мүмкіндігінше жылдамырақ жауап жазуға тырысамын. Осылай бір шетін кесіп алғаннан кейін тура соны аккуратно булавкамен қадап шықтым. Енді кезекте біз барлық шетін осылай иголкамен қадап алғаннан кейін, енді мынау бастапқы тігілген жағы, мынау штор оң беті подклад астында тұр. Осылайынан бір тігіп аламыз, тура канттың бойымен одинарный лапкамен тігіп аламыз. Одан кейін екінші тіккен кезде мынаның үстінен тігетін боламыз. Бірінші осының үстінен жүреміз. Шторымызды айналдыра П-образный қылып тігетін боламыз. Екі шетін және астыңғы бөлігін тура осы видеода көрсетілгенде айналдыра тігіп шығатын боламыз. Одинарный лапкамен тігеміз және кантымызға мүмкіндігінше жақынырақ отырып тігетін боламыз. Сол кезде ішкі тігістер көрінбей өте аккуратно болып тұрады. Штордың бетінен тігіп шықтық. Міне астында подкладочный болды, бір тігіс тігіп алдық. Енді екінші тігіс тігеміз. Мынау тігістің үстінен былайынан. Осылай тігетін боламыз. Себебі неге десеңіздер, себебі былай ашылған кезде мына жер бос қап кетеді, и мынаның тігісі кішкене көрінеді. Сол себептен енді мына бетінен тігіп шығатын боламыз. Подкладочныйдың бетінен. Масқара, өзі кромкасын кеспепті ғой демейміз. Мен бұл жерде қазір оверлоккаға баратын болғандықтан осы жерді қалдырып кеттім. Негізі мүмкіндігінше бастапқы кезде үтіктемей тұрып, кромкасын барлығын кесіп алғанымыз дұрыс деп бір ақталып алайын. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Мүмкіндігінше кромканың барлығын алып тастап отырыңыздар. Сонда өздеріңізге тіккен кесе өте жеңіл тігілетін болады. Мына жерде керекті высотамызды өлшеп алдық. Енді осы иголка бойынан үтіктеп шығатын боламыз.
осылай иголка, вот здесь иголка, здесь иголка. Осы жерден полностью үтіктеп шығатын боламыз. Мен үтіктейтін столыма мән бермеңіздер. Ауыстырамын деп жүргеніме біраз болды. Вот. Осы иголка бойынан өлшеп шығатын боламыз. Үтіктеп шығатын боламыз. Тігіп болғанға дейін иголканы алмаймыз, себебі біз иголканы алатын болсақ, мұнда қыстырылып тұрған, мысалы, мынау подкладочный мата жылжып кетуі мүмкін. Сондықтан да вообще ешқандай тиіспейміз. Осы үтіктеген бойында 10 см, 11 см кесіп шығамыз. Мен көбінде 10 см кесем, бірақ бүгін ұшасы төбесінде 2,5 см кішкене побольше қалдырғым келіп тұр. Сондықтан 11 см кесіп жатырмын. Негізі 10 см кесемін. Негізі барлық шторкалардың лентасының астын осылай обработка жасайтын болсаңыз, әдемі аккуратно көрінетін болады. Сіздерге видео ұнаған болса, мен өте қуаныштымын. Каналға подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Шторыңыздың үстін осылай обработка жасап алғаннан кейін, қандай складка жасасаңыз да өзіңіз білесіз. Складкалар бойынша осы каналда видеолар бар, сол жақтан көріп жасасаңыздар болады, немесе прямой тіксеңіздер де әдемі шығатын болады. Үтіктеп болғаннан кейін біз мұнда тұрған кант бар, который ішінде белевая веревкасын алып тастауымыз керек, себебі бұл инені сындырып тастайды.